айналайын деп емес, айналайын деп беретіндер бар. Талқылайық дегенде талқылайық деп беретіндер бар. Қосылайық. Бұл да басқа тұратын үлкен мәселе сияқты. Әрине. Өте, осының бәрі, бұл өз мәдениетін қор, өзге мәдениетін зор сынау психологиясынан туындайтын мәселе. Бұны жасырып жабудың түкке керегі жоқ. Тілді ұлттың мәдениетінен бөліп қарауға еш келмейді. Европаша оқығандар Европаға тартып, мұсылманша оқыған, арабша оқығандар арабқа тартып, ғылым тілін біз жан-жаққа қарай түрікшілдер түрікке тартып, аққу, шортан, қамшайын сияқты терминменен ғылыми атауларды үш жаққа тартып жатыр. Бізде 42. Арабтарда да барлығында 30-дан асып жатқан ең үлкен әліпбидің біреусі орыстың өзінде 33. Ал бізде 42. Неге 42? Неге біздің әліпбиіміз соншама шұбаланған? Байтұрсыновтың жасаған 26-сына, 28-нен ар жағынан қаншама артық қосылып кетті. Немесе қазір ағылшын тілі өркендеп тұрған заманда біз ағылшын тілін неге орыс тілінен кем көруіміз керек? Онда W-ді әліпбиімізге кіргізейік, ондай принцип сенеміз. W-ді қазақтар айта алады ғой. Халықаралық қазақ тілі қоғамының жарғысына дейміз ба, бұл қазақтың тіл жарғысына дейміз ба, анықтамасына дейміз ба, көз жүгіртіп қараса тарихын дәріптеуге де өзіндік үлес қосатын, кәдімгі соны қолдай білетін ұйым сияқты. Солай ғой, әрине. Айтып отырғаныңыз өте орынды. Енді жаңа қазақ тілі қоғамы дегенді қойған кезде де, мына қоғамның атында да қазақ еленіп тұр, қазақтың тілі. Ал тілді ұлттың мәдениетінен бөліп қарауға еш келмейді. Дұрыс. Өйткені бүкіл қазақтың жасаған ғасырлар бойғы бүкіл тарихы, мәдениеті, әдебиеті, таным түсінігі, салт дәстүрі барлығы тілден көрініс табады. Бұл ұлттың тілі қазыналы сарай сияқты. Оның ішінде жақұт та, алтын да, бар қымбат қазынасы, рухани, материалдық қазынасы тілдің ішінде жиналады, тіл сарайының ішінде. Адам баласы көріп, анасынан туғаннан бастап алғашқы тілі шыққан ата, апа деген ең жақын адамдарының атын айтып, түстеп танығаннан бастап, өмірден көрген, білгенінің бәрін тіл арқылы түйіп, тіл арқылы санасында сақтап, тіл арқылы келесі ұрпаққа қалдырып отырады. Сондықтан біздің қоғамдық өмірде адамның бүкіл саналы ғұмырын алып қарасақ, сол ғұмырында жүріп өткен жолында көрген, білген, тапқан, таянған, таныған дүниесінің бәрі тілде белгіленеді, тілден көрініс табады, және ол ұлттық тұрғыдан бейнеленеді. Жаңа танымды әртүрлі ұлт бір кез келген ұғымға әр қырынан қарай отырып ат қояды, соны өзінше түсінеді. Бір ұлт жақсы көрген жаңа коммуникация туралы айтып қалдыңыз ғой. Мәдениетаралық коммуникация деген ғылымда ұғым бар. Сол бір затқа, бір ұғымға әр түрлі ұлт өзінің ұлттың көзімен қарап ат қояды.